Саламатсыздар ма, құрметті 6-шы Ә сынып оқушылары? Жағдайларың қалай, жақсы ма? Көңіл-күй қалай? Бар даусым шығарайық. Күндеріне сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстандағы моңғол шапқыншылығы. Отыра қойыңдар. Сабағымызды біз топқа бөліп бастадық. Қазақтың музыкалық аспаптары қобыз, домбыра, музыкалық аспаптары арқылы топқа бөлдік. Сыныпта қазір 2 топ көрсетіп қояйық. Бірінші қандай топ? Қандай топ? Отырар тобы. Екінші? Ясы. Камераға қарай. Ясы. Жарайсыңдар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстандағы моңғол шапқыншылығы. Экранға назар аударыңдар. Неліктен Шыңғысхан әскері Отырарды 6 ай бойы ала алмады? Біз бүгінгі оқу мақсаттары Отырар қорғауда қала халқының ерлігін сипаттау, картаны қолдану арқылы 13-15 ғасырлардағы мемлекеттегі саяси үдерістерді түсіну, бағалау критерийлері. Отырар қаласы орта ғасырлық кезеңде маңызды қала болғандығын түсінеді. Отырар өркениетінің биік белеске шығуы мен құлдырауға алып келген себеп-салдарын талдайды, отырарлықтардың ерлігіне баға береді. Жарайды. Енді балалар, дәптерді ашамыз. Бүгінгі күнді жазамыз. Ekranı көп сүреген айналдырып түсіреді. Оқушылардың жұмыстары. Қазір ол түсіреді кейін. Сабақтың тақырыбын жазамыз балалар. Бір жерде тұрмай bakın айналдырып оқушылардың жұмыс істеп жатқанда бір жерде қамып тұр. Зерттеу сұрағын, сабақтың тақырыбын жазамыз. Енді балалар, жас болдық па? Өткен сабақта біз қандай тақырып өткен едік? Қандай тақырып өткен едік? Моңғол империясының құрылуы. Дұрыс. Қазір сол үй тапсырмасын қайталау үшін бірнеше әдіс тәсілдер арқылы үй тапсырмасын қайталаймыз. Көбірек қазір бірнеше әдіс тәсіл арқылы бірінші әдіс тәсіліміз стоп кадр әдіс тәсілі. Бұл яғни қазір тірек сөздер, тақырып бойынша тірек сөздер шығады. Қай топ жылдам жауап береді, сол топқа көбірек гүл жинаған адам, топ кешімдер жақсы бағаланады. Түсінікті ғой, қол көтереміз қай топтан. Қандай әдіс? Бірінші? Туылған кезіндегі жарайсыңдар. Қазір бірінші сұраққа 2 топқа да бір бөлден сыйлаймыз. Көбірек гүл жинай беріп. Келесі қазір. Екінші. Әкесінің есімі. Жарайсыңдар. Ол не еді? Заңдар жинағы. Жарайды. Келесі. Қазір енді келесі әдіс тәсіл. Алдарына бір плакат берем. Сандар сөйлейді әдіс тәсілі. Түсірдім.
Так, birinchi topqa mına sandarda söyletemiz. Так, 5 minut vaqt bulay jassandarda, bulay jassandarda. Kelesi topqa mına birinchi top sandarni jassanlar. Екінші топ. Ана, екінші топ сендерге. Қазір. Так. Екі топта осы санарды сөйлетеміз. Екі топта осы сандарды сөйлетеміз. Екі топта осы сандарды сөйлетеміз. Дайын болған топ, ол шапалақ дайымыз, я? Оқулықтан мәтінді тапсыз ба, өткен тапсыз? Мәтін не жайында болып тұр? Мәтін, жалпы мәтін не жайында болып тұр? Қай қаланы жалғап алуда? Отырар қаласын жалғап алуда. Так, уақыт. Ал, кім қорғайды? Кім қорғайды? Есть слышно? Алтай. Ол Алтай отырарды жауап алды. Қай жылы? 1213 жылы. 450 адамы бар керуенін жіберді. 500 теңге тұрады. Керуен жіберді. Әскер. Әскер. 1216 жылы Қазақстан аумағы толық басып алды.
Екінші топтаны. Жұбамада екінші тапсырмада бар балалар. Қаным? 1913 жылы Алтай соғысы отырарды басып алды. 450-500 шібек тағалы келі және басқа соқтарды 500 миллион тұратын 450 адамға сауда керуені жіберді. 150 мың адамнан тұратын әскермен бастады. Алтай толықтырарды басып ала алмады. Келесі жауаптарым жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Келесі осы тапсырманың ары қарай жалғастырсаңдар болады. Келесі тапсырмада мына суретке назар аударыңдар. Бұл бірінші тапсырма. Нетке бұл? Суреттерден нені көріп тұрсыңдар? Суретте не бейнеленген? Неде көрайсыңдар? Келесі. Осы үш сұраққа жауап береміз. Астына жалғастырып кете берсем. Осы үш суретті қай суреті біздің тақырыпқа жақын? Және осы үш суреттің арасында қандай байланыс бар? Ойымызды жазып білдіреміз, қорғаймыз қазір. Жоқ, осы үш суретке назар аударыңдаршы. Осы үш суреттің қай сурет бүгінгі тақырыпқа жақын?
Түсіріп. Ayağınızda түсüre бересің. Бәрі түсіріп болған кейін суретке де түсу бар. Аржағында слайдпен болса саламыз.